тәжірибе жасауға кірісейік. Бұл біздің ауылымыздың сор топырағы шоқыланған жер. Бұл жерде көбінесе біздің ауылымызда ыстық температура жоғары болғандықтан біздің жеріміздегі ылғалдылық жердің ең төменгі қабатында жатады. Және соның әсерінен бізде құрғақшылық 7 қабатында болып, оның 7 қабатына тұздар пайда болады. Және сол тұздар шыққаннан кейін ол сор топырақ деп аталады. Сонымен қатар сор топырақ шоғырланған жерде өсімдіктердің де өсуі сирек кездеседі. Ал өсімдік көп жерде мал да жайыла алмайды. Айнала әппақ. Сіздер бұны қар деп ойлап қалмаңыздар. Бұл сор топырақ. Жерден көріп тұрғандарыңыз топырақ бетінде түзілген минералды және табиғи тұз. Біз дәл қазір осы сор топырақты өзімізбен бірге алып, табиғи скраб пен маска дайындайтын боламыз. Ендеше достар, тәжірибе алаңына кеттік. Ал достар, біз зертханаға келдік. Енді біз өзіміз айтқандай алып келген сор топырағымызда скраб және маска дайындайтын боламыз. Ең алдымен сор топырағымызды електен өткізіп аламыз. Себебі сор топырағымыздың құрамында артық заттар, шөптер болуы мүмкін. Солардан арылу үшін біз оны електен өткізіп алатын боламыз. Ендігі кезекте електен өткізілген сор топырағымызды ұнтақтайтын боламыз. Келесіде енді сор топырақ салынған ерітіндіміздің мөлдір басындағы суын құйып алатын боламыз. Енді біз осы ерітіндінің қышқылдылығын анықтау үшін pH метр құралын қолданатын боламыз. Енді біз темедағы ерітіндісін су моншасында қыздырып аламыз. Ендеше скраб дайындауға кірісейік. Бізге ең алдымен 2 ас қасық сор топырақ керек болады, және оның үстіне 2 ас қасық су құятын боламыз. Енді келесі кезекте біз бетке, теріге жұмсақтық беру үшін ең алдымен бал қосамыз. Енді хош иістендіру үшін эфир майы мен кофе қосатын боламыз. Енді келесі кезекте кофе қосамыз. Ал енді достар, біз маска дайындайтын боламыз. Масканы дайындамас бұрын ең алдымен ыдысымызға сор топырақты салып аламыз. Хош иістендіру үшін темедағы ерітіндісін қосамыз. Бүгін біз сор топырақтан скраб және маска дайындадық. Енді біз өзіміздің дайындаған скрабымызды жағып көретін боламыз. Біздің жасаған табиғи скраб өніміміз мен бетім шамал майлығын басқан секілді. Сенің ше? Мен күнде жұмсартып, шынымен көмектеседі екен. Шынымен әсері бар. Ендеше сіздерге ұсынамыз.